Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Асқар. Мен бүгін алдағы уақытта осы 5 нәрсе, 6 нәрсе жайлы айтатын боламын. Енді 6-шы соған кіреді. 6 деп айта берейін, жарайды. Басынан бастап 6-шында қосуға болады. Осы 6 нәрсені сіз жасайтын болсаңыз, сіз алдағы уақытта YouTube'та сіз табысты боласыз. 6 нәрсе өте қиын емес, оны істеу үшін 10 жыл YouTube'та жүру керек емес. Жай ғана жаңадан бастап жатқан адам болса да, осы нәрселерді істейтін болса, шаг за шагом әрине, сіз YouTube'да алла қаласа табысты болатын боласыз. Енді айтатын нәрсе, біріншіден мен көп сөзбай айтып кетейін, ол бірінші нәрсе, ол ниша таңдауыңыз керек. Нишаны қалай таңдаймыз? Ниша таңдаған кезде сіз просто так ойлап отырып, мен ананы жасай салам, мен мынаны жасай салам деген нәрсе болмайды. Ниша таңдаудың өте жолдары көп. Мейлі сіз американский ютубқа, мейлі осы СНГ-да, орыс тілінде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде, қай тілде болса да, сіз барлығында бір ютуб бір. Ал енді нишаны қалай таңдаймыз? Қалай таңдаған дұрыс? Чтобы келешекте, алдағы уақытта сіздің видеоңыз просмотр көп әкелетін, және жаңағыдай, мысалы көптеген ақша әкелетін. Енді басты мақсаты ақша ғой енді. Нишаны, сондай нишаны қайдан таңдаймыз деген кезде, біз просто так ойлап таппай, біз ютубқа кіріп, әрине ютубта барлығымыз білеміз, ютубқа поискына жазып, қазіргі күнде қандай ниша сізге қолыңыздан келеді. Мысалы, біреулер игра түсіреді, біреу телефонмен ойнайды, біреулер тамақ істейді, біреулер охотаға барады, неше түрлі темалар бар, нишалар. Соған қарап сіздерді ең бірінші өздеріңіздің қолыңыздан келетін нәрсені істеп көріңіз. Бірақ ол не нәрсе? Ол трендта болу керек. Мысалы, игралар бар қазір. Poppy Playtime деген бар, мысалы телефонға жазып ойнай беруге болады. Компьютерден ойнайтындары бар, мысалы да, көп адамдар. Бірақ ол нишаға сіздің қызығушылығыңыз болу керек, кішкене болса да. Себебі сіздің қызығушылығыңыз болмаса, әшейін ақша үшін через не хочу жасайтын болсаңыздар, істейтін болсаңыздар, или ойнайтын болсаңыздар, онда сізден ол жалығып кетесіздер, немесе оған сіздің елді таңғалдыра алмайсыз ол нәрсемен, көрсетіп көрермендерді. Сіздің мақсатыңыз көрермендерді таңғалдыра білу керексіздер, қызықтыра білу керексіздер. Мен алдындағы видеоларда айттым ғой, видеолардың барлығы қызық болу керек. Мейлі ол сапалы немесе сапасыз болса да. Сапасыз дегенде жарайды. Алдағы уақытта сапасыз болу мүмкін. Әрине, сапалы ол маңызды. Сіздің конкуренттеріңіздер мықты болу керек. Сіздің видеоңыз сапасыз болса, онда адамдар көрмейді ғой. Бірақ мынандай нәрсе бар. Сіз бір кезде мен идеальный болам деп отырып, видеоны түсірмей қою болмайды. Сол үшін де сіздер келе-келе дамиды. Сол үшін де сіз сапасыз болса да қолыңыздағы бар нәрсемен істеп көріңіздер. Ол видеоларды өшіріп тастай саласыздар. Содан кейін зато сіздерде опыт пайда болады. Сол айтқандай нишаны таңдау. Нишаны біздер ютубқа жазып, оның конкуренттерді қарап, жалпы айтқан кезде нишаны трендке байланысты таңдасақ болады. Өзіміздің мысалы ютубта біз сияқты істейін деп жатқан нәрсеміз бар ғой, сол сияқты адамдар қалай просмотр жинап жатыр, қандай сөздер жазды, қандай превью жазды, жалпы айтқанда соларға қарап нишаны біз таңдайтын боламыз. Ол бірінші нәрсе, ниша таңдау. Ниша таңдағанда осылай таңдаймыз. Ал екінші нәрсе, ол сол нишадағы конкуренттерді, жаңағы мен айтып кеткенде, зерттеу керек. Мысалы, американецтер қай тілде де болса да, мен толық тілде айтайын, қай тілде болса да, сол тілдегі нишаңызды тауып алыңыз, сіздің істеп жатқаныңыздай. Сосын соны талдау керексіз. Олар жаңа мен айтқандай қалай істеу керек, қалай түсіреді камераны. Мысалы, видеоны қалай, может, сөйлеген кезде қалай сөйлейді, қалай адамдарды баурап жатыр, соның барлығы маңызды. Басынан аяғына шейін көріп шығыңыз. Ол обложканы қалай қойды, ол каналын қалай безендірді, соның барлығын, ол атын қалай жазды, оның заголовок қалай болды, каналдың аты неге ондай, барлық егжей-тегжейлінің барлығын басынан аяғына шейін зерттеп шығасыз. Сізге не көрініп тұр, соның барлығын. Может, тегтарын қарайсыздар, тегтарын жазып қояды, атын жазасыз, атын пайдалансаңыздар да болады ол каналдың, өзіңізге тег қылып ше, мысалы. Атақты каналды көресіз, сіздің нишаңыздай, сол каналды сіз тег қылып қоясыз. Себебі ол адамдар соны іздеп, атағы шығып кеткен каналды іздеп келген кезде, сіздің каналыңыздағы видеоларды да оларға көрсетеді. Себебі сіздің нишаңызға сәйкес келетін ниша. Бұл екінші нәрсе болды. Ол не нәрсе? Жаңағы конкурент каналдардың, яғни сіздің нишаңызға сәйкес конкурент каналдардың каналдарын зерттеу, анализ жасау, зерттеу. Жалпы айтқан кезде осы, бұл екінші нәрсе. Үшінші нәрсе, видео түсіру, өздеріңіз білесіздер. Жаңа айтқандай, сол конкуренттер сияқты видео түсіруіміз керек. Соларға ұқсас. ютубта ол бәлкім көп жерлерде қазір біреудің видеосын алып,
өзің сияқты сен де түсірсең ол сияқты, это нормально. Бұрынғы уақытта ойбай анадан көрді, орыстар істейді, ағылшындар, американецтер істейді, одан кейін орыстар істейді, одан кейін қазақтар істейді. Жоқ, это нормально. Сіз тура сондай түсіріп көріңіздер. Сізден де мысалы атақты адамдардың барлығы солай істеп жатыр, мысалы ше, клиптар түсіріп жатыр, кинолар түсіріп жатыр, ремейктер жасап жатыр. Бұл нормальный нәрсе. Сіз де сондай видео түсіріп көріңіз. Мүмкін сізде мысалы сценарий болмай жатса, әрине просмотр атқан, просмотр болып жатқан тура трендтағы хайповый темаларды аласыз, тура сіз де істеп көріңіз. Адамдар хейт етуі мүмкін. Ой, анау, мынау сен біреудің істеген, бірақ олар аз болады. Көп адамдар может лайк қояды, сізге даже жақсы комментарийлер жазады. Молодец, вообще күшті жасадың, сен оригиналдан да асырып жібердің деген сияқты. Это нормально. Ол осы үшінші нәрсе, ол сол сияқты конкуренттер сияқты видео түсіру. Төртінші нәрсе ол былай айтқанда графика. Мысалы график дейді, график уақытында салып отыру. Мысалы сіз өзіңізге шарт қойдыңыз, мысалы конкуренттер не істейді? Конкуренттер аптасына 2 видео салады, или там аптасына 3 видео, аптасына 1 видео. Сіз соны не қылып алыңыз да, біліп алыңыз. Менің конкуренттерім не істеп жатыр? Қаншалықты графиктары қалай оның? Қаншалықты бір айда қанша видео салады? Видеолары, просмотрлары қалай болды? Соны сіз жақсылап біліңіз. Сіз соны есептеңіз. Қанша уақытта қанша видео салады, соны біз графиктен қалып қоймаңыздар. Әрине 1-2 күнде кейде басы салмай қаласыздар. Но это нормально. Но айлап тастап кету, апталап тастап кету олай болмайды. Бірақ та сіздер уақытында қойған, сызып қойған графиктен ешқашан кешікпеуге тырысыңыздар. Себебі ол өте YouTube үшін маңызды. Сіз YouTube-ға өзіңіздің серьезный канал екеніңізді солай график арқылы көрсетіп жатсыз. Сол үшін сізге ақпарат береді. Себебі YouTube-ға келіп кетіп жатқан адамдар бір видео салып, жоғып кетіп, жоқ, ондай адамдар, яғни ондай қолданушылар YouTube-қа керек емес. Сол үшін де сіздер графикті ұмытпаңыздар. Қай уақытта салам деп шешім қабылдадыңыздар, конкуренттер сияқты, сіздер де солай салыңыздар. Сол үшін де график өте маңызды. Бұл 4-ші нәрсе болды. 5-ші нәрсе оптимизация. Оптимизация дегеніміз ол тегтарды жазу, мысалы каналдарымызды дұрыстап описание жазу, оған тегтарды жазу, іздестіріп, асықпай 500-ге жуық 500 символды әрі орын, жалпы символға барлығы кіреді, 500 символдай сіз тег жаза аласыз видеоның астына. Ал настройка канал жағында да бар тег қоятын. Ол жерге де жазып қойсаңыздар болады. Ол жақта да жазсаңыздар болады 500 символ. Сол жаққа өзіңіздің каналыңыздың тегтарын, может атақты сіздің нишаңыздағы конкурент каналдардың жоғарғы нәрселерін, аттарын жазып қойсаңыздар да болады. Самый мықты көтеріліп кеткен каналдардың аттарын жазып қойсаңыздар болады. Сол сияқты сіздерде тегтарды жазу, описанияны толтыру және обложканы жоғардағыларды жасау, мысалы каналға кірген кезде сәлемдеме, Instagram парақшаларыңызды, TikTok, Facebook парақшаларыңызды, мүмкін кері байланыс почталарыңызды, каналдың почтасын жазбаңыздар, бірақ кері байланысқа отдельный почтаңызды немесе басқа почтаңызды қойып қойыңыздар. Себебі барлық нәрсе ол YouTube-қа сіз өзіңіздің серьезный адам екеніңізді көрсетіп жатсыз. Бұл мақсат сол оптимизация. Тегпен жақсы жұмыс жасау керек. Себебі YouTube сіздің тегіңізге қарап, сіздің кім екеніңізді қай жаққа жіберу керек, сіздің видеоңызды кімге көрсету керек екенін ол біледі. Солай білуіне оңай болады. Сол үшін де сіздер тегті жақсылап жазыңыз. Тегті өзі көбісі біледі. Тег жазу деген кезде, мысалы, YouTube-тан жазсаңыздар, алдағы уақытта мен сол туралы видеода жазатын боламын. Алла қаласа видео шығаратын да боламын. Сол именно тегке байланысты. Тег та өте маңызды, бірақ видео қызықты тренд немесе қызықты видеодан кейінгі нәрсе ол тег. Тег маңызды. Бірақ бірінші видеоңыз қызықсыз немесе хайпов, немесе трендке сәйкес келмесе, онда сіздің тегіңіз көп әсер етпеуі мүмкін. Потому что оған интерес жоқ видео. Ал бұл 5-ші нәрсе, бұл тег. Енді мен жаңағы 6-ші нәрсені қоспай қояйын деп айтым, енді қоса салдым. Бұл 6-ші нәрсе, алдындағыда айтып жүрген өте маңызды, бұл превью. Превью немесе обложка деп айтсақ болады. Жалпы превью деп айта берейік. Осы видеоның астынан обложка тұрады бетінде. Мысалы, анандай, мынандай деп фотошоппен жасап жаңағыдай обложка жасайсыздар видеоға. Ол өте маңызды. Ол обложка қалай болу керек? Үлкен шрифтпен оқылатын, оңай, персонаж болса персонаждың эмоциясы немесе дәу болып тұру деген сияқты. Сосын заголовокты да кіргізіп жіберуге болады. Сол обложка және заголовокты дұрыс жазу, қызықсыз жазу емес. Сол үшін де бұл 6-шы нәрсе болды. Міне көргендеріңізде обложка және заголовокқа мән беріп конкуренттер сияқты. Яғни успешный конкуренттер бар ғой біздің. Бірнеше мың подписчигі бар, 100 мың, 200 мың, миллион подписчигі бар.
соларға қарап сіз жасайтын боласыз. Егер осы 5-6 нәрсені жүріп, 6 нәрсенімен жүріп жақсы жасайтын болсаңыз, онда сіздің ютубыңыз алла қаласа өте табысты болады, өте просмотрларыңыз көп болады. Мейлі қай тілде ол, ағылшын, орыс, қазақ тілі, испан тілі, мейлі қай тілде болса да, ютубтың негізі осы қазіргі уақытта. Бұл алдағы уақытта бірнеше жылға да осылай болуы мүмкін. ютубтың алгоритмі осымен сіз жақсы жасайтын болсаңыз, әр деңгейді немесе әр 1, 2, 3, 4, 5, 6 жолда сіз жақсы жасайтын болсаңыз, сіздің YouTube подписчиктеріңіз, просмотрларыңыз көбейетін болады. Міне ешқандай проблема нәрсе емес. Мен айтқандай, бұны қалаған, мысалы, жаңадан келген адам, мысалы, мен отырмын, все. Бүгін YouTube'қа кірдім, даже YouTube'тың бар екенін білдім. Осы нәрсемен жұмыс жасап шықсам мен, как анайс мен сіздерге шаг за шагом барлығын, соқырға таяқ сатқанда барлығын сіздерге көрсетіп беріп отырмын. Енді сіздер істеңіздер, все, проблема жоқ. Қарап отыра бермеңіздер, уақыт өтіп бара жатыр. Мен айтатыным, сіздер бүгін бастап, ертең кешігіп, ары күні кешіксеңіздер, онда сіз кешігесіздер. Вот солай яғни. Айтатыным сол, енді сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар астында, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Алдағы бұдан да қызықты нәрселер дайындалып тұр. Алла қаласа оларды да салатын боламын. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Сау болыңыздар.